Senin de şarvan çok. Mına жерді дереу ретке келтіріңдер. Сосын, маған шоколад қосылған дәмді бәліш әкеліп беріңдер. Апа? Балам, күнім ау. Ыңғайсыз уақытта келдің құлынып. Апаңның жұмысы бастан асар. Масқара, не болған өзі? Әлгі дәу бастан кестеңін шасы. Ол қайда апа? Тұрған жерінде басын шауып алайын. Әп-сәтте жоқ қылайын ана. Патшалықты менен тартып алған үшін өкінетім болады. Ай, қылышыңды қынабына салып қой кішкентайым. Міндетті түрде патша боласың. Тек бір амалын табуымыз керек. Кешіріңіз, қойманы тексеріп шықтық пері ханым. Бір сиқырлы сусыннан басқасының бәрі орнында екен. Оу, мұны өз пайдамызға жаратпасақ болмас. Ұзақта бақытты ғұмыр сиқыр суы аса күшті. Сізге және жан жарыңызға арналған. Біреуіңіз сиқыр судан ішсеңіз, екеуіңіз де бақытқа бөленіп жолдарыңыз болып, таңғажайып сұлулыққа ие боласыздар. Екеуіңіз де бақытқа бөленесіз дей ме? Яғни Фионаға да әсер ететін шығар. Ей, достым, мынауың көңіліме күдік ұялатады. Мұнда бір гәп бар сияқты, шым сезеді. Дуаланған бәлен таста, бұл жерден кеткеніміз жөн. Таңғажайып сұлулық деп жазылған, оның несі жаман? Көрдің бе? Бұл сиқыр суға аллергияң бар екен. Үсті басың бөртіп кетеді. Айтпады деме, кейін денеңе жақпамай жағып, емдейтін жайым жоқ. Оқтың ба? Қожайын, сиқыр суды алдымен өзім ішіп көрейін. Жайсыз әсер болса маған тиіссін. Сіз үшін өмірімді құрбан ету мен үшін үлкен құрмет. Жоқ. Олай бола қоймас. Әсерін жануарға тексеру керек болса, өзім ақ істеймін. Мұндай маңызды істі жан досына тапсырады. Шөлмек бер әкел. Бірдеңе сездің бе? Пәлендей, ештеңе емес сияқты. Сыртқы келбетін қандай? Меніңше сол баяғы есексің. Бәлкім есектерге әсер етпейтін шығар. Ал... екеуіміз үшін Фиона... Шрек, ішсең уақытты кері айналдырамай қаласың. Білем. Батпаққа белшеңнен батып шомылу да жоқ. Білем. Бұрынғыдай жамбасыңды қасмайсың. Білем. Бірақ саған дәу болғанын айты ғой. Білем. Бірақ Фионаны бәрінен артық жақсы көрем. Шрек, тоқта, жоқ. Фу, сымтығай. Шрек, қателесіп ұзақта бақытты жел шығару суын ішіп алдың ғой дейм. Мүмкін жасанды сиқыр су шығар. Бәлкім Фиона екеумізге бақытты болу жазбаған болар. Айттым ғой саған. Әсер ете бастады. Бір түрлі боп тұрмын. Өлгім келмейді. Құдай сақтай көр. Еріп барам мен. Жоқ, мен еріп барам. Бар болғаны жаңбыр ғой, есек. Шрек, сар уайымға салынба. Ауа райы бұзылып, Фионаның әкесі жымысқы бас кесерді жалдағаны болмаса, бәрі жақсы. Таңертеңнен бәрі басқаша болады, көресің. Таң атып, күн шапағын шаша, бәстігуге барыммын. Бәстігуге дейсің бе? Қазір барам, қымбаттым. Есек, не болды, амансың ба? Қожайын, мынаның жөнін қырқып тастайық. Есек. Ай, есек. Ақыры келдің ау, қызым. Кешкі ас ішпедің ғой. Не боп қалды алтыным? Әке. Айтқандарыңызды ой елегінен өткіздім. Енді еш күмәнім қалмады. Жарайсың, қызым өзіме тартқан. Шректі мұнда ертіп әкелгенім қателік болыпты. Оны іздеп табуым керек. Екеуіміз батпағымызға қайтамыз. Біздің орнымыз сонда.
Фиона, өтінем. Аптықпа, қызым. Түн ортасында қайда бармақсың? Фиона. Қара, айттым ғой саған. Түріне қараш, тынаш. Қараш, оу. Қайырлы таң, Маубас. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мысығың сүйкімді екен. Ай, басым ай. Міне салқын су әкелдім. Рахмет.